Қайырлы күн, қымбатты достар. Қыркүйек айының ең өзекті де қызықты жаңалықтар топтамасын назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше кеттік. Қыркүйек айының ең өзекті жаңалықтарының бірі бұл Лас-Вегас қаласында өткен Геннадий Головкин мен Альварестің кәсіпқой боксы. Бұл сайыста өкінішке орай жерлесіміз Геннадий Головкин жеңіліске ұшыраған болатын. 14 қыркүйек күні Сұлтан Бейбарыс алаңында 7000 адамды жинаған 80-ші жылдардың дискотекасы өтті. 18 қыркүйек күні Атырау мұнай және газ университетінің жанынан құрылған Жалын студенттік театрының 2-ші маусымының ашылуына орай Мұнай махаббат атты трагикомедиясы өтті. 21 қыркүйек күні Атырау облыстық жастар саясаты мәселелерінің қолдауымен жастар таңдауы Атырау қоғамдық бірлестігінің ұйымдастыруымен студенттер арасында Жас отан жастар қанаты Атырау облыстық филиалының төрағасы, облыстық мәслихат депутаты Бопылдықов Асқар Төребайұлын еске алуға арналған 1-ші облыстық шахмат ашық турнир өтті. 22 қыркүйек күні жастар саясаты мәселелері басқармасының қолдауымен Атыраудағы ең талантты өнерлі жастардың басын біріктірген жастар театрының 3-ші жазығым не атты қойылым өтті. Бұл қойылым суицидтік оқиғаны бейнелейді. Және қыркүйек айының Атырау облысы бойынша ең жарқын жаңалықтарының бірі 23 қыркүйек күні Атырау облыстық жастар саясаты мәселелері басқармасының қолдауымен Рауан жастар қорының ұйымдастыруымен Атырауда алғаш рет Бояфест 2018 жүгіру фестивалі өтті. Бұл фестивальдің басты мақсаты салауатты өмір салтын насихаттай отырып, халыққа жарық көтеріңкі көңіл күй сыйлау. Қыркүйек айының ең қызықты жаңалықтар топтамасы міне осындай. Әрдайым Жас Атыраумен бірге болыңыздар.